Барлықтарыңызға сәлем, дәрігермен подкастқа қош келдіңіздер. Және бүгін біздің студияда интегративті педиатр Балғын Ізбасарқызы. Сәлеметсіз бе, Балғын? Біздің студияға қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Біздің студияға қош келдіңіз және уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Ең бірінші сұрақ, интегративті педиатр деген кім? Интегративті педиатр деген бұл баланың ағзасын жан жақты қарайтын және осы өзінің емінде неше түрлі методты қолданатын дәрігерді біз интегративті дәрігер дейміз. Жалпы интеграцияның өзі, интеграция деген аты бар ғой, неше түрлі, мысалға тек қана препараттармен емес, сонымен қатар жаңағы остеопатия, массаж дейді, ЛФК, соның бәрін қосып, жалпы аурудың өзін емес, себебін емес, аурудың салдарын емес, аурудың себебімен күресетін жаңа дәрігерді интегративті дәрігер деп атаймыз. Сонда интегративті педиатрға қандай мәселе бойынша жиі сізге келеді? Маған қазіргі уақытта өте жиі келеді. Ата-аналар әсіресе жаңа туылған балаларда сарғыштық дейміз ғой, жылтуған новорожденный. Осымен қазір ең көп кездеседі. Маған келетін консультация осы бірінші орында. Одан кейін асқазан ішек жолындағы проблемасы бар балалар. Жаңа тамақ дұрыс жемейді, бойы дұрыс өспейді, өзінің уақытынан қалып тұр, салмақ дұрыс қоспайды, терісіндегі неше түрлі аллергиялық жаңағы көріністері бар, атопиялық дерматит, осындай мәселелермен көбінесе келеді. Бірақ енді бағанағы жылтуға бірінші орында. Иә, менде бірінші орында. Жалпы негізі бізде протокол бойынша сарғыштық, нәрестелерде болған сарғыштық алғашқы 14 күннің ішінде бұл физиологиялық сарғыштық болып табылады, және 14 күннен кейін оны арнайы фотолампамен емдейміз. Ал интегративті педиатрияда бұл қандай нормаға жатқызылады сарғыштықтың болуы? Негізі 80-нен асса билирубин, жаңа тікелей билирубин, біз уже оны төмендету керекпіз. Ол ары қарай уже физиологиялық емес, уже патологиялыққа алмасып бара жатыр деген білдіреді. Баланың күндігіне қарамай? Күндігіне қарамаймыз. Енді жаңағы классикада 14 күнге дейін дейді ғой, бірақ қазір ол классикада мысалға кітапта оқығанда 3-ші күннен бастап 14 күнге дейін физиологиялық деді. Бірақ қазір маған келетін ата-аналардың ең бірінші шағымы туыла сала бірден жылтуға дамыды дейді, немесе бір күннен кейін бірден жылтуға дамыды, және билирубин өлшегенде жаңағы 350-300-ден асып тұрды дейді. Енді олар негізі стационарда қабылдаған өздерінің емдерін, бірақ үйге шыққанда да ешқандай нәтиже бермей, көбісі сол 1 ай болды, 2 ай болды жылтуғамен күресіп келе жатырмыз деп келеді. Сосын жаңағы өзінің интегративті емін тағайындап берем. Одан кейін бір 2 аптаның көлемінде бірден билирубиндер түсіп, бала результат көреді. Ал осы ата-аналар жиі айтады ғой, менің баламның сарғыштығы ол роддомда қойылған гепатит Б вакцинасынан болады деген. Шын ба? Рас па сол? Енді ол оған негізі сәйкес келмейді. Бұл жерде ең бірінші баланың жаңағы енді клеткалық деңгейде қараған кезде балада мысалы бұрынғы балалармен салыстырғанда олардың ағзалары тез билирубинді шығарып жіберетін. Қазіргі балаларда ол әлсіз, ағзалар әлсіз қазіргі балалардың. Ол енді бірден бір себебі жаңағы қазіргі аналардың жүктілікке дайын емес болып кіруіне байланыстырамын өзім. Себебі туылған бала әлсіз, дефицитте, жаңағы тікелей билирубинді шығара алмайды, үлгермейді, бауыры үлгермейді, сонымен ұзақ уақыт қанда жүріп қояды. Енді ол гепатит жаңағы Б-ға ол ешқандай әсері жоқ. Ол себебі баланың өзінің бауырының, жалпы ағзасының жұмысының кеш жұмыс жасауына, тежеліп тұруына байланысты. Жалпы бүгін интегративті педиатр мен классикалық педиатрдың беседасы болады. Бізде классический педиатрияда қалай және интегративті педиатрияда қалай болады. В принципе, бірақ шын мәнінде гепатит Б вакцинациясы баланың сарғыштығына ешқандай әсер етпейді. Бұл даже интегративті педиатрдың өзі айтып тұр. Сондықтан кім клиникалық педиатрияға сенбейді, интегративті педиатрдың сөзі осындай. Жалпы қазіргі балалар туралы, неліктен қазіргі балалар жиі ауыршаң болып кетті? Бұл біздің экологияға байланысты ма? Алматыдағы смог, загазованность бар. Немесе балалардың физикалық жүктемесі аз болуынан ба? Мысалы, біз есімде бар, кішкентай кезде скакалка, резинка, физкультураның өзінде брусья, шведская стена, то есть соның бәрін біз жасайтынымыз, шын мәнінде. Яғни біздің бұлшықеттер тонусты болатын. Қазіргі балалар, олар 90% ата-анасы бәрін жасап беретін балалар.
яғни физикалық жүктемеге мүлдем жоқ балалар, сол себептен қазіргі замандағы балалар неге жиі ауыршаң болып келеді? Ең бірінші себеп, жаңағы айттым, аналар жүктілікке дайын емес кіреді. Ондай өзі дефициттегі анадан дефицитте бала туылады. Қазір өте жиі кездесетін, жаңағы айтуды ұмытып кеттім, анемиямен де өте жиі маған консультацияға келеді. Барлық балада анемия, анализін қарасам анемия. Сосын енді ойлаймын, қазіргі балалар негізі өзі активті жүгіргісі келеді, ойнағысы келеді, бірақ қазір қарасақ, олар кішкене жүгіреді, тез шаршап қалады, құлап қалады, жүрсе де бір сүрініп шалынып жүреді, кішкене жүгіреді, болды, бір орында отырып қалады. Бұрынғыдай біз сияқты шауып ойнап жүре бермейді, жаңағы таңнан кешке дейін ойнайды ғой. Ондай емес қазіргі балалар. Оның себебі балада энергия жеткіліксіз ағзасында. Энергия ол біз қайдан аламыз? Жаңағы митохондрия деген органелла бар клетканың ішінде. Ол бізде былай айтқанда бір энергияны өндіріп беретін үлкен фабрика. Ол мысалға өзінің жұмысын дұрыс атқара алмаған кезде балада сәйкесінше энергия да төмен өндіріледі. Ол энергия балада көбінесе кішкене тамақ жейді, кішкене жүреді, соған ғана жетеді да, ары қарай шапқылап ойнап, бір жұмыс істеп, ондайға уже жетпей қалады бала. Сол себепті бала тез шаршап қалады. Себебі мына бұлшық еттерде негізі жаңа митохондрия деген, ол бізде әрбір клеткада 1000-ға жуық митохондрия болады. Бір клетканың өзінде. Ал мысалға жүректің кардиометрия дейміз, жүректің жасушасын алсақ, ол да 5000-ға жуық болады екен. Ал ең көп бұл аналық жыныс жасушасы, яғни яйцеклетка дейміз, ол жерде 10 000-нан аса митохондрия болады екен. Сол себепті бірінші жаңа жүктілікке дайындалу маңызы. Себебі балаға митохондрия тек қана анасынан беріледі. Әкесінен тек қана генетикалық ақпарат, жаңағы ұл немесе қыз болу деген сияқты генетикалық жаңа жыныстық белгі беріледі. Ал анасынан болса, балаға бүткіл өміріне қажетті энергияны өндіретін митохондрия анасынан ғана беріледі. Сол себепті анасында жаңа яйцеклеткасы қандай сапалы болды, жыныс жасушасы қандай, ол жақта қандай митохондриялар күшті болды, балаға тура сол ақпарат беріледі. Ондай балалар жаңағы энергичный, энергиясы күшті, ауырмайтын, иммунитеті жақсы жұмыс жасайтын, сондай жақсы балалар болады. Ал бірақ қазір қарасақ, мына экологияда адамның ағзасына өте қатты әсер етіп жатыр. Негізі біз интегративті медицинада былай айтамыз да, генетика, эпигенетика деп бөлеміз. Генетика бізде 20%, эпигенетика 80%, жаңа денсаулықты анықтайды. Яғни біздің ата-анамыздан берілетін генетика тек қана 20% ақпаратты өндіреді, ал 80% бізде бұл жаңа біз қалай ұйықтаймыз, қандай физнагрузка түсіреміз, қалай тамақтанамыз, өмірімізде стресс көп па, аз ба, осыған байланысты болады. Енді осы эпигенетика негізі біздің ДНК-мызды өзгертеді. Яғни жаңағы қазір бізде көп жаңағы балаларда көп тәтті жеуі, өте көп тәтті жеуі, газдалған сусындар, осының бәрі ол генетиканы өзгертеді. Жалпы мысалға анасы баласына жүкті кезінде немесе көтермей тұрып, сондай дұрыс емес тамақтанса, ұйқысы дұрыс болмаса, ода да жаңағы яйцеклеткасы дұрыс болмайды, и одан уже сондай дұрыс емес бала туылады. Жалпы біз өзіміздің баламыздың денсаулығы дұрыс болған қаласақ, ең бірінші жүктілікке дайындалу керекпіз ғой. Дұрыс бала туу үшін дұрыс жүктілік болу керек, ондай анадан дұрыс бала туылады. Ал егер жарайды, енді бізде туылды, жаңағыдай әлсіз бала туылды, енді не істейміз? Жаңағы ең бірінші оның проблемасын анықтау керек. Негізі мен ата-аналарға бірінші анализдер беремін, чекап дейміз біз. Көп ата-аналар ойлайды, берсең маған осындай тізім, мынандай қылып анализ берді, не үшін ол артық шығын деген сияқты. Бірақ ол негізі енді баланың денсаулығын бағалау үшін сондай тізім беруге тура келеді. Ол тізіммен қарағанда уже картинасы баланың ағзасы қаншалықты жаңағы жұмыс жасайды, қаншалықты әлсіз екенін көруге болады. Содан кейін уже коррекция жүргізсең, балада жақсы нәтиже болады. Ең көп кездесетін мен креатининді қараймын. Креатинин ол жаңа митохондриальный дисфункция дейді бізде. Сол митохондриальный дисфункцияның көрсеткіш болып табылады. Яғни креатинин төмен болса, балада митохондриальный дисфункция бар деген сөз. Яғни энергия аз балада. Өзінде поголовно барлық балада сондай креатинин төмен. Сосын ең бірінші жаңағы бастаған кезде ол мысалға митохондрия питать ететін жаңағы өзінің мысалы В тобының витаминдері деген сияқты, коэнзим Q10, L-карнитин деген сияқты сондай бір заттарды беремін да. Одан кейін ол балада
қосымша енді тек қана митохондрия емес, жаңағы анемия, тағы да басқа негізі бір зат митохондрияның өзі балада бірнеше проблеманы шығарып береді. Біреуінен екіншісі шыға Иә, береді. шыға береді. Ол балада анемия обязательно болады, ол балада гипотиреоз болады, ол балада жаңа асқазан ішек жолындағы проблемасы, запор бар, тер аурулары, барлығы паразитоз, бәрі бір былай слой болып шыға береді да. Сосын енді оны емдеген кезде сөйтіп ұзағынан емдейміз. Яғни, мысалы митохондриальды жеткіліксіздік бұл керісінше созылмалы ауруларға алып келе ма, немесе бала созылмалы аурулармен туылады, допустим, мысалы анемиямен, иә, сол анемия митохондрияның жұмыстарын нашарлата алады ма? Нашарлата алады. Иә, то есть бір-бірімен, бір круг, иә. Бір круг қой. Митохондрия дұрыс жасамаса анемия болады, анемия болса митохондрия дұрыс жұмыс жасамайды. Яғни бала дұрыс митохондриялармен туылады, иә, мысалға. Бірақ та егер балаға дұрыстап дотация жасалмаса, железо, иә, бала дұрыс тамақтанбаса, бұл компенсацияға алып келеді, бала ұзақ уақыт компенсация жасай береді, и соның салдарынан митохондриялың жеткіліксіздігі болады, иә, жұмысының. Митохондриялық жеткіліксіздік негізі ол туылғаннан пайда болады деп айтқым келеді. Иә, негізі өзі туылғанда митохондриясы дұрыс бала, ол и так энергиясы бар, сондай бала болып туылады. Енді әрине дотация жасап тұру керек, витаминдермен көмектесіп тұру керек. Енді себебі біздің заманда өзі сондай талап етеді ғой. Бұрынғыдай тамақтан біз толыққанды витаминдер ала алмаймыз. Ол қазір мүмкін де емес та. Себебі барлығы енді теплицада өсіріледі, көп заттар жасанды түрде көп өсіріледі та, сонымен ол жасанды заттарда бізде жаңағы табиғи витаминдер аз болады. Сол себепті қосымша ішу керек болады. Бірақ жаңағы айтқаным, митохондриялық жеткіліксізбен туылған бала ол өмір бойы сол митохондриямен жұмыс жасауды талап етеді. Ересектерде де бар ол митохондриялық дисфункция деген негізі. Бірақ ересектерде көбінесе ол жаңағы физикалық жүктеменің жоқтығынан болады. Негізі митохондрия жақсы көреді жаңағы гипоксияны, ауа жетіспегенді, және де физикалық күшті жүктемені жақсы көреді. Адам, мысалы, кардио дейміз, кардио сондай жаттығулар көп жасаған кезде, мынау нашар митохондриялары жойылады екен да, орнына жақсы жаңадан митохондриялар түзіледі. Сол үрдіс жүру үшін ересек адамдар міндетті түрде физикалық жүктеме жасау керек. Балаларда егер физикалық жүктеме бар? Балаларда физикалық жүктеме, оларда не ғой? Оларға энергиясы жетпей тұр ғой. Олар физикалық жүктеме жасайын десе, тез шаршап қалады, энергиясы жоқ. Сол себепті оларға қосымша жаңағы витаминдер беру арқылы біз кішкене жаңа митохондриясын дұрыстаймыз да, энергия өндіріп бастаған кезде жаңағы болады қосымша секцияларға беруге, спортқа беруге, бірақ міндетті түрде митохондриясының поддержкасымен. Яғни егер біз өзіміздің жүктілігімізді жоспарласақ, онда тамақтануымызға дұрыс қарасақ, онда